қалай ұрылар сіздің ізіңізге түсіп алғаныңызды білуге болады. Ол әрине өте жайылып кеткен мәселе. Біз оны көрдік. Бізде ұрланды, почти 2 миллион кетті. Қазіргі ақшамен санасақ, осы жылқыны қалай біз тандырамыз ұрылардан. Әрине ұрылар сразу келіп алып кетпейді. Бәрі біздің кесірімізден шығады. Оны сақтандыру, 100% сақтандыруға болады. Камера дейсіз, анау дейсіз, мынау дейсіз. Бірақ ондай емес. Ұрылар сразу келіп, бәрін дымын қалдырмай алып кетпейді. Ұрылар бірінші келіп, бір признактарды қалдыра бастайды. Бүйтеді, сөйтеді. Қазір мен сіздерге осы видеода оны айтып беремін. Хотя осындай иттеріңіз болса, бұл ит түнімен біздің үйде жатпайды. Бұл ит аттың, жылқының жанында жатады. Алдында мал бағады деп жатқан итім болса ғой, жылқыны күзетіп жатады ол. Кетпейді өші. Мені жылқылардың жанында жүреді. Әні жылқы. Короче, бәрі тамыздың 12-сінен басталды. Тамыздың 12-сінде біздің жылқымыз шешіліп барып, біреудің үйіне түсті. Үйде биелер бар. Біздің айғырымыз бар да біреудің биелеріне тиді. Сол біреудің биелеріне барып тигеннен кейін ол жылқын балап қойып, ұрып бәтсін шығарып бізге айтты. Біз келіп алып кеттік. Келесі күні азанда 3-ке дейін қарап жүрдім, 3-ке дейін тұрды. Уже 4-те қарағанда жоқ еді. Мен жанталасып барып, соған барсам, уже дәл солай тұр, сол халде тұр екен. Енді осы шешіліп біткен жерін қарадым. Қазықтың түбінен шешіліпті. Мен оны дұрыстап тұрып балап тастадым. 10 рет түйнек дедім дұрыстап. Ол точно былай қолмен шешпесен шешілмейді екенін убедиться еттім. Сосын тастап кеттім. 3-ке дейін тұрды қайттан. 3-тен кейін жоқ. Бардым, алып бөлдім. Жібін қарасам, біз бүйтіп жіп балаймыз. Сосын аяқ астына шынжыр балаймыз. Чтоб жіп тапап қажап тастамасын деп. Сол былай шынжыр мойнына дейін тұрады енді. Сол шынжыр мен жіпті екеуін бөліп жіберіпті. Біз ол екеуін біз или мойнан шешеміз, или мына қазықтың түбінен шешеміз. Ол екеуін 4 ай бойы бөлмедік. Мен сразу байқап қалдым. Чё-то не то дедім. Міне мен осы жерден дұрыстап балап қойдым ғой енді. Жақсылап тұрып мықтап. Осы жерден қазықтың түбінен. Сосын олар осы жерден шешіп жіберді. Манаға көрсеткен. Мына шынжырмен мынаны бөліп жіберді. Олар не ойлады деп ойлайсыз? Олар ойлады. Мынау дұрыстап балап қойды. Енді біз қайттан шешетін болсақ, ол подозревать етіп қояды. Одан да ол подозревать етпейтін жолмен басқа жерден шешіліп кетті дей салайық деп. Осылай олар мені алдап кетуге тырысты. Сол кезде дәл миыма, есіме бір көршін сөз есіме түсті. Бір бақташы ғой. Мал алып жүргенде маған айтты отты. Жылқымды ұрлап кетті. Олар қызық екен. 3 рет шешті дейді. Басыма тимеді сол. 4-ші ретте алып кетті. Шешіп алып кетті. Олар неге шешеді бірінші? Себебі олар білу керек. Сен қарайсың ба сразу? Алып кетті шешіп жібергенде сразу барып артынан түсіп алып тауып аласың ба? Или таңға дейін ұйықтап жатып, сосын азанда барып іздеп тауып аласың ба? Оларға ол өте важно. Олар сол сен сразу қарамайтынды убедиться еткеннен кейін барып, спокойно алып кете алады. Айтпесе олар былай алмайды. Ни за что алмайды. Или сол біз бірінші рет істегендей далаға апарып тастап кетесің. Өзің үйден көре алмайтын жерге. Олар сен қарамай атқаныңды білсе болды, сразу алып кетеді. Болды жылқынды. Жоқ қылып жібереді. Сразу. Бұл да түнде 3-тен кейін болды. Олар көбінесе 3-тен кейін алады. Себебі 3-ке дейін адамдар көп жатпайды. Жүреді. 3-тен кейін уже бәрі жатып болады. 5-ке дейін. 5-те уже тұра бастайды адамдар. Нағыз пик сол кезде енді. Бірақ одан алдын ұрлап кетпейді деп айта алмаймын мен. Ол біздің жылқыларымызды ұрып тастайтын еді.
Кім виноват енді бұл жерде? Жарайды, бірінші кезде шешіліп кетті, мен виноватпын. Неге дұрыстап байламадым? Екінші ретте мен емес қой виноват. Ұрылар емес па шешіп жүрген? Я тут при чем? Жарайды. Тағы бірі шешіп жүр. Мен, значит, басыма тимеген ол кезде. Манағы ұрылар шешіп жүргеннен кейін. Уже мен виноват қайттан. Мен ойладым бірінші. Ой, мен емес виноват. Мен кеше дұрыстап байладым ғой. Жоқ, мен виноват. Ұрыларды виноват қылып не істейміз? О, жылан тауып алдым. Тұрсын құры, тұрсын. Чё там? Блатной? Міне біреу, ұйықтап отыр ма? Міне екіншісі. Ит не істейді екен? Мен жаман қорықтым. Сосын мен наоборот ойладым. Көрші бізге наоборот айтып тұр ғой. Аттарын шешіліп кетіп жатыр. Сіз байласаңыздар шешіліп кетіп жатыр. Что-то не то деп. Бізге предупреждение бұл. Ол шүкір байлап қойды. Оған рахмет айту керекпін. Ол апарып өзі қуып жіберіп, или өзі сойып жеп қойып, сатып жіберіп, бірдеме істеп жатқан жоқ. Байлап қойып бізге айтып жатыр. Қаңып жүріп, іздеп тауып алсақ та рахмет. Ол айтпаса да бұған рахмет байлап қойған үшін. Ол бізге айтып жатыр. Бұдан кейін не ал, қалай жаман дейміз біз оған?